Сәлем Балақай ТВ-дің кішкентай зерттеушілері. Бүгін біз сіздермен бірге ертегілер еліне ғажайып саяхатқа аттанатын боламыз. Бұл жолы біздің ертегімізді ерекше қонағымыз Достық үйінің мәміле тілдесу клубының жетекшісі Ольга Германовна Тим ханым оқып береді. Бізге қосылып ертегінің әрбір сәтін сезініп, ертегі әлеміне бірге енеміз. Экраннан алыстамаңыздар. Біз бүгін сиқырлы әлемнің есігін ашамыз. Балалар, мен бүгін сіздерге бір ертегі оқып беремін. Бірлік пен татулықтың керемет саяхаты. Бір кездері алыстағы бір елде көп түрлі аңдар мен құстар, жәндіктер мен ағаштар мекендеген үлкен орман болатын. Бұл орманда барлық тіршілік иелері бейбіт өмір сүріп, бір-біріне көмектесіп жүретін. Әркім өз ісімен айналысады, бірақ барлық істің түпкі мәні бірлікте болатын. Орманның ең үлкен ағашы Селека көп ғасырлар бойы ормандағы барлық жануарлар мен өсімдіктердің басшысы еді. Оның биік діні мен қалың бұтақтары орманның барлық кеңістігін көлеңкелеп, тыныштық пен тәртіп орнататын. Бірақ бір күні орманда үлкен дау туып, барлық ағаштар мен жәндіктер, аңдар мен құстар қатты ренжіді. Бір күні орманда тұратын лақ пен тиін арасында дау шықты. Баяғыдан бері дос болған екі дос енді бір-біріне қарсы тұрды. Бұл даудың арты бүкіл орманды қамтып, басқа да жәндіктер мен жануарлар арасында кернеу тудырды. Орманды жайлаған тыныштық бұзылып, барлық тіршілік иелері бір-біріне ренжіп, өзара қатынастарын үзді. Тек Селека ағашы ғана үнсіз тұрды. Бірақ ол да бұл жағдайды байқаған еді. Бір күні ол барлық орман тұрғындарын өз түбіне шақырып, оларға былай деді: бірлікте күш, ал татулықты тыныштық. Егер біз бір-бірімізге құрмет көрсетіп, көмек қолын созбасақ, орнымыздың барлық сұлулығы мен бейбітшілігін жоғалтып аламыз. Селека өзінің сөзінде орманның барлық тіршілік иелеріне бір-біріне көмектесуді, келісімге келуді және кез келген қиындықты бірге шешуді ұсынды. Барлық орман тұрғындары Селека ағаштың ақылына құлақ асып, бір-бірінен кешірім беріп, жаңа өмір бастауға шешім қабылдады. Лақ пен тиін өз қателіктерін түсініп, бір-біріне кешірім сұрады. Бұл екі дос бұрынғыдай татты-татты бола бастады. Олар бір-біріне көмектесіп, әр күн сайын бірге ойын ойнап, шат-шадыман өмір сүрді. Жануарлар мен құстар, ағаштар мен жәндіктер арасында татулық орнап, орман бұрынғы тыныштыққа қайта оралды. Селека ағашы да қуанып, өзінің ақыл кеңесімен ормандағы барлық тіршілік иелеріне бірліктің мәнін түсіндірді. Сол кезден бастап орманда бейбіт өмір мен татулық мәңгілікке орнады. Бәріміз бірге болсақ, біз барлық қиындықты жеңе аламыз. Осы ертегіден шығатын ақыл, балалар, бірлік бәріміздің күші мен қуатымыз, татулық, тыныштық пен бейбітшіліктің негізі. Кішкентай зерттеушілер, осымен біздің ертегі әлеміне жасаған саяхатымыз аяқталды. Ал сіздермен бірге болған мен Балақай ТВ жобасының жүргізушісі Бриллиант Алиева. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.